Келдіңіздер, барыңыздар Ақтөбеге. Менің аты-жөнім Ташева Дина, Бейнеу ауданынан келіп отырмын. Маңғыстау облысы. Мен осы өнімді алып пайдаланғаныма 2,5 айдай болды. Мен нәтижесі жақсы. Өзім счетта тұрамын, онкология, молочный железо 13-тен бері. Мен осы өнімдерді алып іштім. Чудо чайды, сердечныйді, москитоникті, антипаразитті. Қазір енді 90% деп айту ағам. Кәдімгідей жақсы болдым. Мына тіземнен төмен қан жоқ болатын менде. Аяғым мұздап тұратын. Сол жақсы болды. Басымның ауырғаны кетті. Остеохондрозымда түгел болып бәрі кетті. Қазір арқамда жақсы. Өткенде осы февраль айында түскен киста бар деп. Қазір осы орында отыра аламын. Өзім арқайын отыра аламын. Қанша уақыт болса да отырамын. Менде жақсы результат болды. Асқазанымда қойды. Өтімде жақсы болды. Қазір қандай тамақ болса ішіп жей аламын. Насколько штук лечила? Мен уже 3-ші не ішіп жатырмын. 7 өнімді 3-ші рет қайталап ішіп жатырмын. Жолдасында да? Жолдасым екеуі бірдей пайдаландық. Ода геморрой болған. Ода 10 жылдың жоласындай болып қалып ауырғанына. Уже жақсы болып кетті. Онда қан ештеңе көрінбейді. Әр отырғанда 1 литр қан кетіп қалатын еді. Қазір күшті жақсы болып кетті жолдасым. Ода язва болатын. Қазір жақсы ол кісі. Ода өзім екеуміз қатар бірдей ас іше аламыз. Қорытындысы жақсы. Қыздарында да сондай бәріміз бірге ішіп жатырмыз. 7 өнімнің бәрін? Иә. Қызын чатқа жазып. Өткен қызыма да берген мен, 21 жастағы қызыма. Ол мынандай айлық несі келген кезде қатты ауыратын. Скорый шақыратынбыз, укол салдыратынбыз, приступ беретін. Сосын осы шайды бердім. Уже нәтижесін көрді. Қазір қызым жақсы. Мен ауырмайды енді қазір келген кезде. Өткенде келді, алдыңғы айында келді. Жақсы болып кетті қызым. Бірақ ішіп жатыр әлі. Аузына қан жиналып, қан кетті төменнен. Бір күні ойынға косок болды, унитазға кетіп. Соны жақсы болып кетті бір күннің ішінде. Бір күн бойына ішті болды. Диагноз қандай? Жоқ, ол дейтін тек мына несі айлаға келген кезде ауырады. Приступ береді. Сосын скорый шақырамыз, укол салдырамыз. Сол қазір жақсы болып кетті. Тоник для мужчин ішті ма? Тоник для мужчин. Иә, оны да ішіп пайдаланылды. Шай екеуін басқа. Тек қана шайдан көрген ғой.